Қош келдіңіздер. Бүгін біз математиканың өте пайдалы және қызықты тақырыбын қарастырамыз. Сандардың бөлінгіштік қасиеттері. Нақтырақ айтсақ, біз үлкен сандарды калькуляторсыз ақ 3-ке, 6-ға, 9-ға және 11-ге оңай бөлінетінін немесе бөлінбейтінін қалай тез анықтауға болатынын үйренеміз. Бұл ережелер мектепте ғана емес, өмірде де есептеулерді жылдамдатуға көмектеседі. Ендеше бастайық. Алдымен 3-ке бөлінгіштік ережесін қарастырайық. Қандай сандар 3-ке бөлінеді? Егер санның цифрларының қосындысы 3-ке қалдықсыз бөлінсе, онда ол санның өзі де 3-ке бөлінеді. Мысал келтірейік. 186 санын алайық. Оның цифрларын қосамыз, 1 қосу 8 қосу 6 тең болады. 15 саны 3-ке бөлінеді демек. 186 саны да 3-ке қалдықсыз бөлінеді. Тағы да бір мысал. 247 цифрларының қосындысы 2 қосу 4 қосу 7 тең болады. 13 саны 3-ке бөлінбейді, сондықтан 247 саны да 3-ке бөлінбейді. Оңай ма? Келесі кезекте 9-ға бөлінгіштік ережесі. Қандай сандар 9-ға бөлінеді? Бұл ереже 3-ке өте ұқсас. Егер санның цифрларының қосындысы 9-ға қалдықсыз бөлінсе, онда ол санның өзі де 9-ға бөлінеді. Мысалы, 729 санын алайық. Цифрларының қосындысы 7 қосу 2 қосу 9 тең болады. 18 саны 9-ға бөлінеді демек. 729 саны да 9-ға бөлінеді. Ал біздің алдыңғы мысалдағы 186 санын еске түсірейік. Цифрларының қосындысы 15 болды. 15 саны 9-ға бөлінбейді, сондықтан 186 саны 3-ке бөлінгенімен 9-ға бөлінбейді. Енді 6-ға бөлінгіштік ережесіне көшейік. 6 саны тең болады. 2 көбейтуіш екенін ескерсек, ережеде содан шығады. Егер сан бір уақытта 2-ге де 3-ке де бөлінсе, онда ол сан 6-ға бөлінеді. Яғни 2 шарт орындалуы керек. Сан жұп болуы керек және санның цифрларының қосындысы 3-ке бөлінуі керек. Мысал. 534 санын алайық. Бірінші шартты тексерейік. Сан жұп па? Иә, 4-пен аяқталады. Демек 2-ге бөлінеді. Екінші шартты тексерейік. Цифрларының қосындысы 5 қосу 3 қосу 4 тең болады. 12 саны 3-ке бөліне ме? Иә, бөлінеді. 2 шартта орындалды. Демек 534 саны 6-ға бөлінеді. Басқа мысал 915. Бұл сан тақ 5-пен аяқталады. Сондықтан 2-ге бөлінбейді. Бірінші шарт орындалмағандықтан 3-ке бөлінуін тексерместен ақ бұл сан 6-ға бөлінбейді деп айта аламыз. Енді ең қызықты ереже 11-ге бөлінгіштік. Бұл сәл күрделірек, бірақ түсініп алсаңыз өте пайдалы. Санның тақ орында тұрған цифрларының қосындысы мен жұп орында тұрған цифрларының қосындысының айырмасы 0 болса немесе 11-ге бөлінсе, онда ол сан 11-ге бөлінеді. Түсінікті болу үшін мысал келтірейік. 8294 санын алайық. Тақ орында 8 және 9 қосындысы 17. Жұп орында 4 және 2 қосындысы 6. Енді осы 2 қосындың айырмасын табамыз. 17 алу 6 тең болады. 11 айырмасы 11-ге тең. Ал 11 саны 11-ге бөлінеді. Демек 8294 саны 11-ге бөлінеді. Бір мысал 27531. Тақ орында 251 қосындысы 8, жұп орындар 7, 3 қосындысы 10. Айырмасы 8 алу 10 тең болады. -2, 2 саны 0 емес және 11-ге бөлінбейді. Сондықтан 27531 саны 11-ге бөлінбейді. Міне, достар, біз бүгін сандардың 3-ке, 6-ға, 9-ға және 11-ге бөлінгіштік ережелерін тез қайталап өттік. Өткен ережелерді бір қайталайық. Сақтап алыңыздар. 3. Цифрлар қосындысы 3-ке бөлінуі керек. 9. Цифрлар қосындысы 9-ға бөлінуі керек. 6. Жұп және 3-ке бөлінуі керек. 11. Тақ және жұп орындағы цифрлар қосындыларының айырмасы 0 немесе 11-ге бөлінуі керек. Ережелерді есте сақтаудың ең жақсы тәсілі тәжірибе жасау. Кез келген санға, машиналардың нөмірлеріне осы ережелерді қолданып көріңіздер. Бүгінгі видео сізге пайдалы болды деп үміттенемін. Егер видео ұнаса, лайк басып, жазылуды ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз немесе басқа да талқылағыңыз келетін тақырыптар болса, пікірлерде жазыңыздар. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше.